Қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте ерекше жаппасай атты тағамын әзірлейтін боламыз. Қамырына бізге бір жұмыртқа, оған жарты шай қасық тұз саламыз. 100 мл су құйып, вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Қамырымыз еттің қамыры сияқты қатты болу керек. Қамырымызды тағы бір рет июін қандырып, илеп аламыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін осылай ұсақтап туралған еттерімізді салып, қуырып аламыз. Пиязымызды да салып, қызарғанша қуырамыз. Енді оған 4 бүріш етіп туралған сәбіз, перец, помидор барлығын салып, қуырып аламыз. Картошканы да салып, 2-3 минуттай қызарғанша қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Су құямыз, картошканы басып тұратындай етіп. Қақпағын жауып, баяу отта қалдырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып алып, барлық жеріне сұйық май жағып шығамыз. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей 4 бүріш етіп кесіп аламыз. Енді қамырларымызды осылай подливаның бетіне, май жағылған бетін астына қаратай салып шығамыз. Барлығын салып, қақпағын жауып, астын баяу отта қалдырамыз. Осымен біздің жаппасайымыз дайын. Осылай орап саламыз. Ортасына осылай подливамызды салып шығамыз.